Әліпби Лайв. Кәсіби және рухани даму жайлы подкаст. Бүгін біздің подкаст қонақта Мағжан Қайранбай, осы Machine Learning, Data Science, осы сферада жұмыс істейтін біздің қазақ азамат. Мағжан, сәлем, қалайсың? Баршаларыңызға сәлем, шүкір, бәрі жақсы. Біз қазір екі қалада сөйлесіп отырмыз. Мен Амстердам қаласынан, ал Мағжан Куала-Лумпур қаласынан, Малайзия мемлекетінен. Жалпы Мағжан, өзіңді кішігірім былай таныстыра кетсең, кім болып жұмыс істейсің, қазір қайда тұрасың деген сияқты өзің жалпы ақпарат бере тұрсың. Енді мен қазір осы соңғы мүмкін 4 жылдай Малайзияда өмір сүріп жатырмын. Ең басты себебі ол осы Малайзияда Machine Learning бойынша PhD-мді оқыған едім. Осы жылы бітірдім деген кезде біраз бөлігін бітірдім. Мен тек қана қорғау барысы ғана қалды. Яғни сол Малайзияда оқуды ғылыми жұмыспен айналыстым. Жалпы өзім Machine Learning, оның ішінде көбінесе Computer Vision қатысты салаларда соңғы 6 жыл жұмыс істеп келемін. Сонда әлі мынау PhD барысы уже бітті деп айтса болады, оқуы? Бұл жерде енді мүмкін кейбір адамдарға қызық болатын шығар. Жалпы Қазақстандағы PhD мен Малайзиядағы PhD-дің біраз айырмашылықтары өте көп. Егер қызық болса айтып бере аламын жалпы. Осы жалпы неден бастасақ деп ойлап отырмын, осы жалпы оқу барысы жайлы. Яғни мен білсем, сен IT университетте оқыдың, бакалаврда, кейін Малайзияда оқыдың, кейін қайттан IT университетте оқыдың, кейін қайттан Малайзияға. Жалпы Қазақстан мен қазақстандық білім жүйесі мен малайзиялық білім жүйесінің жалпы айырмашылығын студентпен былайша айтқанда мұғалімнің немесе осы бір ерекшеліктерін айтып бере аласың ба жалпы? Менде бакалавр бойынша менде 2 диплом бар. Біреуі осы Қазақстанда алған, екіншісі ол Малайзияда алған. Магистратураны Қазақстанда бітірдім, ал PhD-ді Малайзияда осы құдай қаласа бітіремін деп ойлаймын осы жылы. Яғни undergraduate дейді, яғни бакалавр және postgraduate, ол магистратура, докторантура. Осы салалар бойынша мен 2 жерде оқығандықтан 2 жерінде артықшылықтарын, кемшіліктерін де білем деп айта аламын. Сол себепті өзімнің мүмкін енді тым артық кетіп кетер, бірақ эксперттік ойымды айтып берейін. Жалпы бакалаврдан бастайық. Мен бакалаврда IT университетінде 3 жыл оқыдым, ал Малайзияда 1 жыл оқыдым. Ол кезде бізде exchange program деген болатын, 2+2, яғни сіз 2 жыл Малайзияда, 2 жыл Қазақстанда оқуыңыз керексіз, бірақ мен 3 жыл Қазақстанда, 1 жыл Малайзияда оқыдым. Ең басты университеттің көмектескені ол credit transfer дейді, яғни сіз оқыған сабақтарыңызды Малайзияда қайта оқу қажеттілігі жоқ, яғни сіз кредиттеріңізді трансфер жасап қайталау керек емес. Сол себепті біз жалпы енді Қазақстанда баллон системасы, яғни кредит систем нағыз қатты дамаған. Яғни біз білім министрлігіне бағынуымыз керек, яғни толыққандылық еркіндік жоқ, бірақ Малайзияда ондай толыққандылық еркіндік бар. Яғни сіз қандай сабақ таңдағыңыз келеді, қандай мұғалім таңдағыңыз келеді, ол сіздің өз еркіңіз. Бұл енді ең басты айырмашылығы болар. Мен көбінесе, яғни 1 жылда бітіру мақсатында өте көп кредиттер алып, әр семестр сайын кейде таңнан кешке дейін оқитын күндер болды. Кешкі сағат 8-9-да деген сияқты. Солай 1 жылда бітіре алдым. Бірақ Қазақстанда мен олай бітіре алмаушы едім. Яғни Қазақстанда бәрі қатып қалған система, сізде еркіндік жоқ. Екінші айырмашылықтары мүмкін ол тек қана IT саласы бойынша айта аламын. Басқа салаларда мүмкін басқашалау болуы мүмкін. Бірақ IT саласында Қазақстанда практикаға, яғни код жазуға өте көп қарқынды көңіл бөледі, бірақ оның айырмашылығы бар, оның артықшылығы бар және кемшілігі бар. Артықшылығы әрине сіз деген мықты кодер болып шығасыз, бірақ кемшілігі сіз кодтан басқа ештеңені білмейтін боласыз. Ал Малайзияда керісінше, ол жерде мысалы мен software engineering мамандығында оқыған кезде software engineering life cycle дейді, software development life cycle дейді. Яғни софтверді бастағаннан соңын бітіргенге дейінгі процестердің бәрі
бөлек сабақ болып келеді. Яғни software requirement gathering ол бір сабақ, software development бір сабақ, software quality тағы бір сабақ, software testing ол бір сабақ. Яғни сіз деген софтверді басынан бастап соңына дейін жеткізу үшін әр бөлікті жеке сабақ ретінде өтесіз. Бірақ бұл енді артықшылығы, сіз яғни толыққанды софтверді қалай жасау екенін түсінесіз. Бірақ кемшілігі мүмкін сіз кодтан мықты болмауыңыз мүмкін. Ол жерде яғни тек қана кодерлерді дайындамайды. Ол project manager болуы мүмкін, software tester болуы мүмкін, software developer болуы мүмкін. Яғни әртүрлі IT саласындағы мамандықтарды дайындайды. Ал енді постградуитті айта кетсек, енді мен оқыған университетім Қазақстанда соңғы орындағы университеттер деп ойламаймын. Соның өзінде де жалпы менің басқа таныстарымның естуім бойынша постградуит, яғни магистратура мен докторантура аса қатты дамымаған. Яғни сіз магистратурада, докторантурада сабақ оқуыңыз керексіз, сабаққа қатысу керексіз. Кәдімгі бакалаврдан аса артықшылығы жоқ. Мүмкін 90% бірдей шығар. Ал магистратура және докторантура Малайзияда өзгеше. Мысалы магистратурада 3 түрі болады: structure A, structure B and structure C дейді. Structure A ол тек қана ғылыммен айналысасыз, structure B ол жартылай ғылым, жартылай сабақ оқисыз, structure C ол coursework, яғни сіз тек қана сабақ оқумен айналысасыз. Structure A-ға гранттар өте көп, structure B-ге аса жоқ десе болады, structure C-ға да жоқ. Себебі сіз кредитке ақша төлеу керексіз. Сәйкесінше structure C бойынша оқу өте қымбат, себебі сіз әр кредитке ақша төлейсіз. Ал structure A-да оқу арзанырақ, сәйкесінше және оған гранттар да көп бөлінеді. Себебі әр профессор ғылыми жұмысына бөлінген қаржыдан студентке бөліп, сол ақша арқылы ол оқуға мүмкіншілігі болады. Яғни бұл осы Малайзиядағы, тек Малайзия емес, мүмкін басқа шетелдегі оқу структурасы деп айта алатын шығармын. Яғни сіз магистратурада оқып, ғылыммен айналыса аласыз, толыққандылай. Және докторантура, яғни PhD. Қазақстанда қателеспесем 1 жылдай сабақ оқиды. Бірақ бұл жерде сіз бір семестр оқисыз, оның өзінде де ол деген сіз классқа бару қажеттілігі жоқ. Мен өзім жағдайымда сондай болды. 1-2 assignment өткізесіз, яғни methodology, ғылым жұмысын қалай жасау керек екен, және өзіңіздің ғылыми жұмысыңызды қалай коммерциялық жолмен ақша табылу жолдарын көрсету керексіз. Жалпы мынау магистратура демекші, мен білуімше Қазақстанда 2 түрлі магистратура бар. Бұл прикладной магистратура және екінші ғылыми магистратура деп бөлінді, мне кажется. То есть адам не ғылыммен айналысады, не оны былай прикладной, яғни оның қолданысымен айналысады деген сияқты да. Яғни білуімше даже несі бөлінеді. 1,5 жыл оқиды, екіншісінде 2 жыл оқиды деген сияқты сондай айырмашылықтар бар. Ал Малайзиядағы магистратуралар тек толық ғылым жайлы ма, әлде басқа да направлениялар, яғни басқа жолдарда бар ма? Мысалы жаңа айтып кеткенде structure A ол тек қана ғылым. Structure B ол жартылай ғылым, жартылай курс, яғни сабақтар аласыз. Ал structure C ол тек қана сабақ алу. Ол кәдімгі бакалавр сияқты. Бірақ бұл жерде structure C-ді, яғни сабақ оқып магистратура бітіру ол өте жеңіл. Себебі тек ассайменттер аласыз, ассайменттер жабасыз, final экзамдар жабасыз, бәрі алдын ала жоспарланып қойған, тек қана сабақ оқу керек. Ал structure A ол біраз қиын, себебі ол жерде профессор, яғни супервайзердің көңіл күйіне қарау керек, себебі магистратурада бітірмеді деген шешімді қабылдайтын кісі сол адам. Яғни ол кісіге ұнасаңыз, онда сіз бітіресіз, ол кісіге ұнамасаңыз, жұмысыңыз онда сәйкесінше бітірмейсіз. Бәрі сол кісіге байланысты дейсің? Иә. Ал докторантура, мысалы жаңа айтып кетейік, мысалы Қазақстанда 3 жылда бітіреді ғой, қателеспесем. Бұл жерде сіздегі мысалы қайтадан айтып кетсек, ол супервайзердің көңіл күйіне байланысты. Егер оның көңілінен шықса, онда ол жарайды қорға деп айтады. Бұл жерде қорғаудың өзінің көп қадамдар бар. Бірінші ол университеттің ішінде қорғау керек. Университеттің ішінен кішігірім комиссия қаралады.
Оларды қорғағаннан кейін 1 сағаттық қорғау болады. Олар шешім қабылдайды, келесі қадамға өткізуге рұқсат бермеу. Олар рұқсат берсе, онда тезис дейді, яғни сіздің ғылыми диссертацияңыз, соны толыққанды жазып университетке өткізесіз. Университетке өткізгеннен кейін университет сіздің супервайзеріңіз, ол сол сала бойынша дүние жүзінен эксперттер табу керек. Ол эксперттерге сіздің жұмысыңыз жіберіледі. Ол эксперттер сіздің жұмысыңызды 6 ай, 7 ай тексеру керек. 6 ай, 7 ай тексергеннен кейін олар сізге қайтадан өзінің шешімдерін бергеннен кейін оларға тағы қорғау керек. Яғни мен қазір осы қадамдамын, яғни мен қазір диссертациямды жазып біттім. Енді қазір дүние жүзінде сол сала бойынша эксперттерге менің жұмысым жіберілді. Олар қазір тексеріп жатыр. Олар тексеріп болғаннан кейін, мен олардың алдына қорға салғаннан кейін толыққанды доктор ғылыми дәрежесін ала аламын деп айта аламын. Сонда негізі 2 рет қорғады деп айтуға бола ма сонда? PhD-ді, яғни 1 рет өзінің, яғни университеттің өзінің профессорларына, екінші мынау әлемдік эксперттерге деген сияқты. Иә. 2 рет қорғалады. Бола ма өтпей қалу, немесе ұзақ 3, 4, 5, 6 немесе қанша жыл болуы мүмкін ұзақ қорғалатын PhD-лар? Жалпы қазіргі таңда Малайзия өзі Ұлыбританияның оқу системасы бойынша жүреді көбінесе, себебі кезінде Ұлыбританияның қол астында болғандықтан. Қазір Ұлыбританияда докторантураны 2 жылда ең аз дегенде бітіруге болады. Бірақ көбінесе супервайзерлер, яғни профессорлер 2 жылда бітіру ол мүмкін емес деген шешімге көбісі келгендіктен, олар көбінесе 3 жыл, ең аз дегенде 3,5 жылда бітіруге тырыстырады. Бірақ әрине ол 3,5 жылдан жоғары кете беруі мүмкін. Әр қорғауда сол қорғалып жатқан адамға 3 шанс беріледі. Бір рет құлағаннан кейін тағы да 3 ай, 2 ай дайындаласыз, тағы да қорғайсыз. Одан құласаңыз тағы 2-3 ай дайындаласыз, тағы қорғайсыз. Яғни әр қорғау барысында 3 шанс беріледі адамға. 3 шанстан кейін қорғау мүмкін емес. Иә, сіздің кандидатураңызды яғни алып тастайды. Мынандай сұрақты мен жеке өзім байқағаным, мынау батыс Еуропада, жалпы батыс елдерінде орташа магистратура немесе PhD оқудың жасы, орта есеппен жасы адамдардың 30 жас, 28 жас, 30-дан асқан жас болуы мүмкін. Бірақ Қазақстанда ол өте жас. Мен талай рет көрдім, өзім 27 жасында PhD бітіріп тастаған, немесе 22-23 жастарында біраз оқуды бітірген, немесе бірнеше оқуды бітірген даже адамдарды кездестірдім. Жалпы осыған айта аласың ба? Яғни бұл қаншалықты дұрыс емес? Жалпы малайзиялық адамдардың бұған деген қатынасы қандай, қалай ойлайсың? Иә, Малайзияда мен докторантура оқыған кезде, тіпті докторантура болмағанның өзінде бакалавр оқыған кезде ең жас болдым. Яғни менің осы докторантурадағы оқып жатқан достарым деп айта аламын. Олардың көбісі 40-30-дан асқан кісілер болды. Яғни бізде мысалы өзі арамызда бір қандай да бір шаралар болса, олар үйлеріне шақырады, қонаққа шақырады деген сияқты. Сол кезде мүмкін 40-30 жастағы адамдардың арасында жүріп, осы өзім докторантурамды бітіріп шықтым. Өз жасым қазір 28-де, докторантурам бастаған кезде 24-те болдым, қателеспесем. Енді Құдай қаласа 28-де бітіретін шығармын деп ойлаймын. Яғни мен ол жайлы айтып кететінім, бізде Қазақстанда көбінесе әр ата-ана өз баласын оқытуға тырысады. Яғни диплом болса болды деген мүмкін көзқарас бар. Мысалы қателеспесем, көп шетелдерде бала университетті бітіргеннен кейін ата-анасынан оларға еркіндік беріледі. Яғни өзің біл, ары қарай өзіңнің өмірің, не істесең де соны істе деген сияқты. Сол жағдайда көп балалар, олар өздерінің жолын табу барысында бірінші жұмыс істеп көреді. Жұмыс істегеннен кейін өзіне қызықты заттар тапса, сол сала бойынша кейін оқуға түседі деген сияқты. Ал бізде қандай да бір roadmap деп айтайық, бір
қадамдар бар, яғни әр қазақстандық азаматта, яғни мектеп бітіргеннен кейін оқуға түскеннен кейін бәрі трендке айланып кетті, яғни магистратура бітіру. Арасында үзіліс жоқ. Арасында үзіліс жоқ. Мен өзім сол сондай бір жоспарлы қазақстандық өмірдің бір көрсеткіші деп айтылатын шығар. Менде де өзімде арасында ешқандай уақыт арасында ешқандай бір ағылшынша гэп дейді ғой, ешқандай уақыт болған жоқ. Мен лезде бір бакалавр бітіріп, лезде магистратурадан докторантураға көшкен адаммын. Сол себепті маған да көбісі таңғалады. Енді ол жайлы қандай да бір кемшіліктерін мен мүмкін жаңағы айтып кеткендей сондай оқудың артынан қуалау барысында көбісі мүмкін шын мәнінде ол өзіне қажет па қажет емес пе екенін білмей оқуы мүмкін. Ал егер сіз әрине нақты 100% болмаса да 80%-ға нақты осы менің жолым, мен осы IT саласында ғылымға кетуім керекпін деген сияқты ой болса, онда әрине ол дұрыс деп ойлаймын. Малайзияның өзінде қазір көбінесе магистратура мен докторантураны аса ешкім оқымайды. Докторантурада көбінесе шетелдіктер деген кезде олар Индия, Пакистан, Бангладеш осы мемлекеттерден. Яғни жергілікті малайзиялықтар онша оқуға түсе бермейді, иә? Олар бакалаврдан кейін жұмысқа кетеді. Себебі PhD саласы ол overqualified деп есептеледі, яғни сіздің PhD-ді оқыған біліміңіз аса маркетте, нарықта ешкімге қажет емес болуы мүмкін. Және сізде PhD болғандықта ақша сәйкесінше көп төлеу керек, бірақ ол білім аса ешкімге керек болмауы да мүмкін Малайзияда. Сол себепті көпшілігі ғылым жолына кетпей, тек сол жұмысқа кетеді. Яғни практика жүзінде өзінің бағанағы университеттегі алған білімін жетілдіру, яғни тәжірибе алу деген сияқты мақсатта жүру. Менің жалпы сол осыған байланысты жеке өзімнің көзқарасым, бұл бағанағыдай айтып кеттім ғой, яғни біз қазақтың балалары осы мектептен кейін университеттен кейін магистратура, одан кейін PhD арасында үзіліс жоқ, оқудан оқу. Адамдар бағанағы өзінің нені шынымен қалайтын білмей оқуға түсіп жатады, кейін бітірген кейін бостан-бос уақыт еткенін біледі. Ал мынау басқа шетел университеттеріндегі түскен студенттер, яғни жұмыс істеп, кейін тәжірибе алу барысында өзінің ненің қызық екенін түсініп, кейін сол оқуға түсіп, бітіріп, қайттан сол жұмысқа кету деген үрдісті байқадым. Сен де соны көрдің бе? Мен ондай үрдісі көбінесе мен енді Европада көп болған жоқпын. Бірақ Европада болған кезде көбінесе европалық адамдардан сондай үрдісті көрдім. Малайзиялықтар енді бізге қазақстандықтарға кішкене ұқсас жерлері өте көп десе болады. Бұларда да көбінесе азаматтары университетке түседі. Бұл жерде де өздерінің қандай да бір роудмаптар бар, яғни университетке түседі, университет бітіргеннен кейін жұмыс істейді, жұмыс істегеннен кейін сол қандай да бір сала бойынша өзін ары қарай жетілдіре береді. Бірақ жаңағыдай Европадағыдай бірінші жұмыс істеп, өзінің не керек емес екенін түсініп, сосын университетке түсу сияқты трендтер, ондай үрдістер аса көп көре бермедім мен Малайзияда. Жалпы біздің қазақтарға ұқсайды дейсің ғой? Иә. Ұқсастықтары біраз көп. Мынау бағана ақша жайлы жаңа атап кеттің. Негізі Малайзия білім беру жүйесінде оқу ақылы ма, әлде грант бар ма, бакалавр, магистратура, жалпы экономикалық жағына бұлар қалай университеттер жасаған? Университетте енді грантқа түсу, бакалаврда мен өзім көрдім, кейбір қазақ азаматтары грантта оқығанын. Бірақ ол қандай программа бойынша екен мен өзім шын керек білмейді. Бірақ мысалы сіз магистратура, докторантураға түссеңіз, ол жерде грантқа түсуге мүмкіншілік әрине бар. Бірақ магистратурада жаңағы үшінші coursework, яғни тек сабақ оқу арқылы оқысаңыз, онда грант болмауы мүмкін, себебі университетке әр сабақтың кредитіне ақша төлеу керек. Ал research бойынша, яғни ғылыми сала бойынша істесеңіз, онда грантқа түсу шанстары біраз бар. Енді қатты жоғары деп айтпаймын, бірақ бар. Енді
мен өзім түскенімде біраз қызық болды. Мен енді айтып кетесің. Малайзияға түсу деген ой болған жоқ өзімде. Бірақ ғылыми салада жұмыс істеймін деген ой болды. Сол кезде ең баста іздегенім бойынша мемлекеттерді іздеген жоқ, мен бірінші профессорлерді іздедім. Өзім сол университет бітірген кезде машин ленинг саласы бойынша, бакалавр бітірген кезде машин ленинг бойынша жұмыс істеймін деп ойлағам. 2,5 жыл Қазақстанда жұмыс істеп шықтым. Сөйтіп осы машин ленинг, компьютер вижн бойынша дүние жүзінен профессорлер іздей бастадым. Яғни топ 200 IT университетінің тізімін алдым да, әр университеттің сайтына кіріп, сайтында стаф, яғни профессорлер тізімін қарап, әр профессорге хат жазып шықтым. Ол кезде жазған кезде дегенде өзінің бір техникалар бар, бірақ ол шынайы техника емес. Мысалы, ол жерде тек қана сізбен бірге жұмыс істегім келеді деп қана айтпай, сіздің осындай жұмыстарыңызды оқыдым, сол жұмыстарыңыз менің айналысқан заттарыммен сәйкес келеді, мен сіздің осындай жұмысыңызда осындай жерін арттыра аламын деген сияқты жазса, онда ол профессорге қызығушылық кәдімгідей үлкен артады. Бірақ мен енді әр профессорге өйтіп жазуға мүмкіншілік болған жоқ. Мен бірақ соған ұқсас бір текст дайындап, тек қана профессордың аты жөнін ғана өзгертетіндей бір текст дайындадым да, сөйтіп сол 200 университеттің бәрінде әр университеттің сайтына кіріп, әр сайтында өзіме қатысы бар профессорлерге хат жазып шықтым. Сол кезде мен бір 500-дей профессорге хат жазып шыққан шығармын. 500 хат. Иә. 500 хаттың қанша уақыт кетті осының бәрінде? 3 ай кеткен шығар, 3 ай ма, 2,5 ай ма. Күнде өзімнің бір нем болады, тізімім болатын. Тізімнен әр хат жазған сайын өшіріп отыратынмын. Әр күн сайын бір 30 минут па 1 сағат кетіретінмін. Тек қана хат жазуға. Хатты жіберуге, сол және профессорлерді табуға. Сөйтіп, несі конверсия қандай болды? Жалпы мысалы 500 хат жазылды, оның ішіне қаншасы жауап берді деген сияқты, оның ішіне қаншасы қызықты деген сияқты, қандай конверсия болды? 500-ден 50-і жауап берді. 10%. Иә, жауап берді деген кезде ол позитивті немесе негативті емес, жалпы жауап берді. 50-дің 40-і бізде қазір ондай салада докторанттарды қабылдалмаймыз деген сияқты негативті жауаптар болды 40-і. Оны жарайды, жұмыс істеуге болады деген сияқты сарында жауап берді, бірақ оның 9-і бізде саған беретін ақша грант жоқ деген сияқты жауап берді. Ондай кезде сізге мысалы оффер беріп тұрған кезде, ол офферді болашаққа көрсетіп, болашақ сізді финанс тұрғысынан қаржыландыра алу мүмкіншілігі болды. Бірақ мен өзімді біреуге тәуелді сезінгім келмей, ойланғың келмеді ғой. Иә, олай барған жоқпын да. Бірақ 9-ның біреуі, яғни осы Малайзиядағы университет, мүмкін бізде бір грант бар, соған көресің деген сияқты ұсыныс тапсырды. Мен жарайды деп көрдім. Ең бастысы, сіз профессорге ұнауы керексіз. Егер профессор сізді толыққанды ұнатса, ол барынша сізді университетке грант алуға барлық қолынан келген затты істейді. Енді мен профессорге ұнаған сияқтымын, ол біраз маған көмектесіп, сол грант ұтып алуға көмектесті. Егер профессорге ұнасаңыз, онда мүмкін 50%-дан жоғары шанс бар шығар деп ойлаймын өзім. Аса қиын болған жоқ, бір 3-4 интервью болды. Профессордың өзімен болды, университеттегі басты head of department дейді, сол head of departmentтермен болды. Аса қиын болған жоқ, жалпы тек қана көбінесе жалпылама сұрақтар қояды. Сөйтіп грантқа түстім. Гранттың жалпы 330 мың теңге береді ай сайын. Ол ақша бір адамға өмір сүруге өте көп деп айтпаймын, бірақ 200 мыңға өзіңізге аса ештеңеге қиналмай өмір сүрсеңіз болады. Жалпы мен түсінген бойынша 500 хаттың ішінде сонда біреуінде ғана бағанағы грантты болды, жұмыста болды, профессор қызықты да сонда. Иә, 500-ден біреуі. Сонда 100,0 қанша мыңнан 2%, сондай конверсия ұсынды негізі. 499, яғни
аса қызықпады деген ойдамын. Мен енді дүниежүзінің барлығына жіберген шығармын, Америкадан басқа. Себебі Америкада докторантура 7-8 жылға кетуі мүмкін. Өзімді ұзақ уақыт тек ғылымға арнағым келмеді. Бразилияға да жібердім, Перу, өңкей Латын Америкасының мемлекеттеріне жібердім. Енді Африкаға жіберген жоқпын. Қалған Европа. Қай университет негізі не деп есептеледі? Ең жоғары осы мамандық бойынша, машин лернинг бағанағы. Әрине, IT саласы бойынша Америка номер 1 дүниежүзі бойынша. Ол жерде кішкене қазақстандық системаға мүмкін ұқсайды, бірақ уақыт жағынан өте көп. Яғни Қазақстанда сіз 1 жыл сабақ оқысаңыз, Америкада қателеспесем 2-3 жыл сабақ оқисыз ғой деймін. 2-3 жылдан кейін ғана бірақ ғылыммен айналысасыз. Ал Ұлыбританиялық система ол барынша қысқартылған. Тіпті 2 жылда бітіруге мүмкіншілік бар. Жалпы көп естіп жатамын, осы британдық білім жүйесі мен американдық білім жүйесі өте бір-бірінен айырмашылығы көп. Мысалы, яғни бағана айтқандай, Америкада өте ұзақ оқиды, британдықтан қысқартуға тырысады. Яғни магистратураларда сондай бір өзара бір әртүрлі артықшылықтар, кемшіліктер бар өздерінің. Енді мен америкалық оқу системасын аса ішкі дүниесін аса білмеймін, себебі Америкада мен ешқашан болып көрмеген, тек қана достарымның айту бойынша ғана бағалай аламын. Бірақ Ұлыбританияда сол сияқты, бірақ Ұлыбританияға кішкене жақындығым бар, себебі Малайзиядағы оқу системасы ол толыққанды британиялық оқу системасынан алынған. Сол себепті қандай да бір Ұлыбританиялық оқу системасын өзіме сезіндім деп айтылатын шығармын. Және айта кеткім келгені, мүмкін тағы бір Қазақстан мен Малайзияда оқу системасының айырмашылығы оқу барысында. Малайзияда группалық жұмыс, group work деп аталады, өте қатты көп кездеседі. Яғни сізге assignment берсе, бір тапсырма берсе, оны топ болып жасау керексіз. Топ басшысы болады, лидері, адамдарға бөліп береді жұмысты, сосын әр адам өз жұмысын жасап, қайтадан қосылып. Ол деген айтулар бойынша университет бітіргеннен кейін сіз командада жұмыс істеуге қазірден бастап үйрене беру керексіз деген сияқты ниетпен жасалған жұмыс деп ойлаймын. Яғни топтағы жұмыс өте көп қолданады, иә? Әр сабақта ассайменттер, тапсырмалар, олар сол топ жасалады. Жалпы қаншалықты мынау әртүрлі мемлекеттерден болды студенттер? Яғни мен түсінген бойынша өте интернациональный, яғни өте не жағынан? Малайзияда енді мүмкін 60% өзі малайлықтар. Малайлықтар деген кезде малайлықтар, ал 20% қытайлар болуы мүмкін, және 30% үндістер. Яғни олар жергілікті Малайзияның азаматтары, бірақ этникалық тұрғыдан олар қытайлар және үндістер. Одан басқа арабтар өте көп. Мысалы, сириялықтарға қателеспесем дүниежүзі бойынша 2 мемлекет қана виза беріледі, ол Малайзия және Судан. Бірақ көбісі Суданға барғысы келмегендіктен сириялықтардың көбісі Малайзияға келеді. Сириялықтар Сирияның өте көп азаматтар көп болады. Сириядан көп. Судан, араб мемлекетінен өте адамдар көп. Кореядан келеді, әйтеуір соны білемін, Жапониядан келеді. Және осы біздің өңірден, яғни Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстаннан біраз адамдар көп келеді. Яғни интернационалды мемлекет деп айтылам. Яғни жергілікті халық ағылшын тілінде жақсы сөйлейді деген сөз ғой, иә? Әрине бұлар кезінде Ұлыбританияның қол астында болғандықтан ағылшынша өте жақсы сөйлейді. Енді біздегі орыс тілі сияқты қатты дамыған деп айта алмаймын, бірақ кез келген көпшілігі, мысалы қалада бәрі сөйлей алады деп айта аламын. Енді ауылды жерлерде мен өзім тұрып көрдім, ауылды жерлерде енді олай емес. Бірақ әрине ең керекті сөздерді әрине біледі, бірақ advanced level деп айта алмаймын. Енді негізгі тақырып сол машин лернингке көшсек, яғни сен айтқан бойынша бағанағы докторантурадағы жұмысың осы машин лернинг, яғни image processing сондай бір неге байланысты болды, түсінген бойынша. Бұл жердегі мәселе қаншалықты қазір
машин learning пен data science керек зат. Екінші зат, көп адам машин learning пен data science-тің айырмашылығын да түсіне бермейді. Не зат деген сияқты, бұл не айырмашылығы бар, соны түсіндіре кетсең. Жалпы бұл айырмашылығы неде? Екіншіден, адам мотивация қандай, яғни адамдар не үшін оны үйрену керек? Неге бұл, былайша айтқанда, бүкіл университеттер, жалпы курстар болсын, бәрі осы бағытта жұмыс істеуге тырысып жатыр? Енді жалпы, мысалы, IT саласын алып кетсек, IT саласында өзінің бөліктері бар, яғни mobile development, web development сияқты. Соның бір бөліктерінің бірі ол artificial intelligence, яғни жасанды интеллект. Жасанды интеллекттің ішінде machine learning деген ол тағы бір бөлігі. Яғни data science та бар оның ішінде computer vision бар деген сияқты. Енді machine learning мен көбінесе сол суреттерге қатысты салаларда жұмыс істедім. Computer vision және image processing деген бар. Image processingнің computer visionнан айырмашылығы, image processingда келетін ақпарат ол сурет, шығатын ақпарат ол да сурет. А computer visionда басқаша болуы мүмкін. Келетін ақпарат ол сурет, а шығатын ақпарат ол деген текст болуы мүмкін. Яғни суретте не болып жатқанын сипаттайтын текст деген сияқты. Анализ жалпы. Анализ. Және data science, жалпы бұл салалар біраз салыстырмалы түрде енді соңғы мүмкін 8 жыл, соңғы 10 жылда қарқынды дамып келе жатқан сала. Себебі оның ең басты себебі деп мен өз ойымша ол, яғни ақпараттың дүние жүзінде өте көп бола бастауы. Яғни ол ақпарат өте көп болғаннан ол ақпарат болашақта қандай да бір жақсы қорытынды алып келу керек. Яғни ол жай жата беретін ақпарат емес, ол ақпаратты анализ жасап, оның ішінде қандай да бір пайдалы тағы бір ақпараттар тауып, яғни ары қарай бизнесті қарқынды дамытуға мүмкіншілік бере алатын жағдай болу керек. Сол себепті machine learning, data science сияқты салалар осы соңғы 8-10 жылда біраз жақсы дамып жатыр. Яғни data science көбінесе сол ақпараттарды жинау, ақпаратты ол ешқашан таза болмайды. Ақпаратты тазалау, оны визуализация жасап, түсіну деген сияқты. Және ол ақпаратты сіз тазалап, дұрыс дайын түрге әкелгеннен кейін сіз көбінесе оны machine learningке бересіз. Machine learning ол ақпараттан қандай да бір адамның көзіне көрінбейтін паттерндарды түсініп, сол паттерндер арқылы бизнесті ары қарай қарқынды түрде дамытуға өзінің септігін тигізу керек. Мысалы, Netflix ала кетсек, Netflixтер қандай да бір жылдары өздерінің recommendation system, яғни сізге ұсыныс қай киноны көру керек деген ұсыныс системасын арттыру үшін біраз ақша бөлген. Бірақ сол системаны жасау барысында олар өздерінің бизнесін кәдімгідей үлкен қаржы таба алды сол machine learning системалар арқылы. Қазіргі таңда өте барлық дүние жүзіндегі үлкен компаниялар, оның ішінде осы Facebook болсын, Microsoft болсын, Google болсын, олардың барлық кішігірім системалардың бәрінде machine learning модельдері бар. Және олар сол системаны тез жұмыс істеу, алдын ала юзердің не керек, қандай ниетпен келген түсіну үшін, және сәйкесінше соған керек сервисті ұсыну үшін арналады. Және де мен ойымша болашақта барлық системалар, веб-сервис болсын, mobile application'дер болсын, барлығында machine learning элементтері болады деп ойлаймын осы алдыңғы мүмкін 5-6 жылда, тіпті 10 жылда шығады мүмкін. Мен ойымша керек мысалы Facebook немесе Instagram'дағы біздің лентамыз. Олар қазір байқағаныңыздай сізге жақын адам ұнатады деген заттарды ғана береді бастайды. Немесе бағанағы контекстный реклама, бағанағы адамдың несін түсінетін бәрі осы жерде қолданады. Жалпы мотивация жағын түсіндік. Енді бұны бастау жағына келсек, яғни көп естіп жатамыз, қалай бастаймын, неден бастаймын, не тілді білу керек деген сияқты. Ең бірінші қозғайтын мәселе курстар жайлы айтады. Яғни Coursera, Udacity,
Яндекстің несі болса, қазір школа анализа данных деген шат деген университет жайлы айтады. Жалпы бұл курстардан бастау керек пе, немесе университеттегі курстардан бастау керек пе, қалай бастаған дұрыс? Енді мен мүмкін нақты бір формуласын айтып бере алмайтын шығармын. Мүмкін ондай нақты формула да жоқ шығар деп те ойлаймын. Әр адам әртүрлі жолмен келеді деп ойлаймын. Мен енді тек қана өзімнің қалай сол жолға келгенімді сипаттап бере аламын. Жалпы мен университетте бізде оқыған кезде қандай да бір салаларға бөлген, яғни біреуі тек қана нетворкпен айналысады, біреуі artificial intelligence, яғни жасанды интеллектпен айналысады деген сияқты. Университет барысында мен сол жасанды интеллект саласын таңдап, сол сала бойынша кішкене оқи бастадым. Бірақ университет маған көп бере алды деп айта алмаймын жалпы. Менің сол салаға кеткен себебімнің бір себебі мүмкін мен математикадан жақсы болғандықтан шығар. Яғни жасанды интеллект, оның базасы, фундаменті ол математика. Математика біраз өте көп. Яғни жасанды интеллекттердің бәрі математикалық формулалар, математикалық модельдер арқылы құралған. Сол мен математикадан өзім біраз жақсы болғандықтан маған мүмкін жеңіл болған шығар деп ойлаймын. Және де мен сол жолды таңдаған себебім де ең басты себеп сол болды деп ойлаймын. Сосын мен әйтеуір өзім көптеген курстар көрдім деп айта алмаймын. Бірақ мысалы Udacity'дан бір 2-3 курс қарадым. Стэнфордтың курсы маған өте көп көмек тигізді деп айта аламын. Стэнфордтың CS 231 деген қателеспесем курсы бар. Олар дүние жүзінде ең атақты курстардың бірі болып кетті деп айта аламын. Machine learning саласы бойынша. Стэнфордта кішігірім бір топ бар, ImageNet деген жарысты ұйымдастыратын. Сол топтар өзінің курстарын интернетке сала бастады, өздерінің материалдарында. Ол курстың қазіргі жасаған адамдарының бірі Теслада Head of Artificial Intelligence, яғни Machine Learning саласының бастығы болып келеді. Қателеспесем орыс кісі ғой деймін. Соның курсы маған өте көп көмек тигізді. Яғни мен курстарды да оқи бастадым, және қосымша мен сол салада жұмыс іздеп, сол салада жұмыс істедім. Яғни теоретикалық тұрғыдан білім алдым, және практикалық тұрғыдан сол оқыған заттарымды қолдануға мүмкіншілік болды. Сол себепті менде 2 жолда да білімдер ала бастадым. Және де әрине сол салада менторлер іздедім. Менторлердің көмектері де біраз көмегі тигізді. Сөйтіп жалпы қанша уақытта мүмкін деп ойлайсың? Мысалы адам, қазақтың баласы отырып интернетті ашып, бағанағы CS 231 немесе басқа да курстарды ашып бастап кету мүмкін бе? Әріле бағанағы ментор керек, орта керек, практика керек деген сияқты жұмысқа тұрып көру керек, сондай зат бәрінде. Мен өз ойымша мүмкін 3 басты пререквизит дейді ғой. Яғни 3 басты зат керек болуы мүмкін. Оның 2-еуі мүмкін өте мұндай нақты пререквизит, бірақ біреуі аса қатты мықты болмауы мүмкін. Ең бастысы ол сіздің әрине linear algebra, яғни линейлік алгебраны жақсы білуіңіз керексіз. Яғни ол математика саласы. Математиканың ішінде linear algebra, probability, яғни ықтималдылық теориясын жақсы білуіңіз керексіз. Сол базалық математиканы жақсы білу ол бірінші болып келеді. Екіншісі мүмкін ментор болғаны дұрыс шығар деп ойлаймын. Бірақ менторсыз-ақ та, ол мысалы ментор ол сіздің курсыңыз болуы мүмкін. Курста сізге қадам бойынша айтып береді. Бірінші мынаны оқу керек, екінші мынаны оқу керек, үшінші мынаны оқу керек деген сияқты. Осы N тізімдегі тақырыптарды оқып болғаннан кейін сіз толыққанды машин лернингті мүмкін 50%-ға біле аламын деп айта аласыз. Яғни сондай бір гайдлайн болса, сол гайдлайнмен жүре алатын. Себебі интернетте ақпарат өте көп, көзіңіз ары-бері жүгіріп, нені оқу керек, нені оқымау керек деген сияқты ойға келуіңіз мүмкін. Сол себепті бір қандай да бір гайдлайн болса, ментор болса, бұл екіншісі. Ал үшіншісі ол мүмкін ағылшын тілін білу, бір керемет сөйлемесеңіз де оқыған затыңызды түсіне алатындай дәрежеде болса деп ойлаймын. Бірақ қазіргі таңда орыс тілді ақпараттар да көп. Мен бірақ өзім ағылшынша оқығандықтан университетте орыс тілді ақпараттарды аса түсінбеймін. Себебі орыстар
информацияны, ақпаратты жеткізу жолы кішкене өзгешелеу. Олар қиын жолмен жеткізгенін ұнатамайды сондай. Маған ағылшын тілді информация тез жетеді өзіме. Сол себепті ағылшын тілді информация өте көп және түсіну кішкене оңайлау. Сол себепті үшінші ол мүмкін ағылшын тілін білу деп ойлаймын. Негізі сол курсты бағанағы ментор деп алсақ, ағылшын тілін білетін болса және бағанағы линейный алгебра, ықтималдылық, probability бәрін білетін болса, жалпы ешқандай проблема жоқ бастауға. Жоқ, әрине, ешқандай проблема жоқ. Жалпы қазір датасет, яғни машин ленинг, датасет егер сізде ақпарат болмаса, ол машин ленинг емес. Машин ленинг тек қана ақпарат бар кезде ғана өзінің өмір сүруін жалғастыра алады. Ал датасеттер қазір интернетте өте көп. Сол интернетте бір датасетті алып, бір проблеманы алып, Kaggle деген сервис бар. Сол жерде әртүрлі жарыстар болады. Сол жарыстарға қатыссаңыз болады. Сол жарыстарға қатысып, тіпті ақша ұтып алып, ақшалай сыйлықтар да өте біраз үлкен. Сөйтіп неше түрлі проблемаларды шешіп, сәйкесінше келесі жолы мысалы жұмысқа кіріп, ары қарай жалғастырып кетсеңіз болады. Керемет. Жалпы көбіне естіп жатамын, магистратура немесе PhD жайлы айтады. Яғни мына жұмыстарды, вакансияларды қарасақ, условиялардың арасында жазады, осылай Master of Science, PhD, бір пейперлар болу керек деген сияқты. Ол қаншалықты рас, қаншалықты керек жалпы жұмысқа немесе жалпы адамға? Енді машин ленинг саласы бойынша үлкен компанияларда, яғни жаңағы FANG дейді ғой, Facebook, Amazon, Google деген сияқты, солардың көбінесінде сізде пейпер болғаны, яғни пейпер деген ол ғылыми жұмысыңыз, яғни сол ғылыми жұмысты жазбаша түрде конференцияға жіберілген мақалаларыңыз. Сол мақалалар болу керек, бірақ оның өзінде де қазіргі таңда машин ленинг саласы бойынша топ конференциялар бар. Олар ICCV деген International Conference of Computer Vision, ECCV, European Conference of Computer Vision, және номер 1 ол CVPR, Computer Vision and Pattern Recognition. Сол конференциялерде ғана сіз мақалаңыз болса ғана сізді алу ықтималдылығы жоғары болады. Егер басқа да бір одан төменірек конференция журналдарда берсеңіз, ықтималдылық азаяды. Өзі бір көшеден келген адамға кіру оңай емес, жалпы. Иә. Мүмкін сіз бір кейде ғана болады, бір вакансиялар сізде пейперлар, яғни мақалалардың қажет етпейтін. Бірақ оның өзінде де сізге алгоритм, data structure жақсы білу керек, машин ленингтің фундаменталды тақырыптарын жақсы білу керек деген сияқты. Екі басты мәселе, менің мысалы көп адамдар еститін, ол бірінші сол бағанағы математика, адамдар басталмайтын себебі өйткені мүмкін математика жетілмейді деген сияқты, азырақ білем деген сияқты. Екінші программированиенің өзіне байланысты. Адамдар, яғни бір адамдар математиканы бір программира білмеуі мүмкін, немесе керісінше. Осы екеуін тоқтала кетсек, бірінші математикалық қаншалықты қиын, яғни бағанағы линейный алгебрадан айттық, probability'ді айттық, қаншалықты бұл терең деңгейде білу керек. Екінші, қандай тілді білу керек, яғни бағанағы Python немесе бағанағы тілдер болсын, қандай программирование тілдерін білу керек. Енді математика деген кезде мүмкін көбісі ойлауы мүмкін математиканы терең білу керек деген сияқты. Бірақ шын мәнінде қатты олай емес. Жалпы сізде адамда логикалық тұрғыда тез ойлану, қандай да бір шешілмейтін проблеманы шешуге деген талпыныс, аналитикалық ойлау жүйесі болса, мен ойымша барлық зат аса қорқынышты емес, барлық затты тез үйреніп алса болады. Яғни аса қатты керемет терең математиканы білу деген аса қатты жоқ. Бірақ жалпы математиканы мектеп бағдарламасын жақсы біліп, және мектеп бағдарламасынан кішкене жоғары білсе, соның өзін мен ойымша жеткілікті деп ойлаймын. Бұл математика жағдайынан, ал математикалық тұрғыдан қараған кезде. Ал программалау тілдерінен әрине мен өзім программалау тілдерін аса білмейтін докторантурада оқитын адамдарды кездестірдім. Көп жағдайларда оларға тез бітіру қиын. Себебі PhD студент көптеген эксперименттер жасау керек, бағдарламалар жазу керек, эксперименттерде әрине код жазу қабілеті болу керек.
егер сіз мысалы адам фундаменталды алгоритм, data structure салаларын жақсы білсе, оған ештеңке қиын болмайды. Қандай тілде болсын, барлық тілде жазып кете бере алады. Ал машин learning саласында ең басты тіл ол Python. Барлығы Pythonда жазылады. Көптеген библиотекалар, фреймворктар Pythonда. Қазір көбінесе университеттерден шыққан фреймворктар, олар жаңағы Cafe деген фреймворк бар, оны Facebook сатып алды. TensorFlow деген болды, оны Google сатып алды. Torch деген бар, оны Facebook сатып алды, қателеспесем. Яғни осы университеттен шыққан фреймворктарды кейін дамып үлкен алпауыт компаниялар өздері сатып алуда. Бағанағы базовый былайша айтқанда математиканы білу, екінші сол Pythonды білу, иә? Pythonды білмесеңіз де, Pythonды үйреніп алу жалпы өте оңай. Жалпы бағдарламалау, алгоритм және алгоритмдерді жаза алу қабілеті болса, сол жеткілікті деп ойлаймын. Ал негізі көбіне естіп ататын адамдар осы Python деген кезде айтады, негізі ол соншалықты программирование көп емес, ол жақта дайын бағанағыда фреймворктар бар, библиотекалар бар, соларды қолданып біз жасай береміз деген сияқты. Ол қаншалықты рас жалпы программирование соншалықты қиын емес екені байқалады да, рас па? Қазіргі жалпы мысалы сіз егер машин learning инженер болып жұмыс істесеңіз, сізге терең білу аса қатты қажет емес болуы мүмкін. Қазіргі таңда көптеген фреймворк өте көп, дайын библиотекалар бар. Соларды қосып конструктор ретінде адам деген қандай да бір проектті бітіріп шығуы мүмкін. Ал ғылыми жұмыста егер сіз докторантурада оқысаңыз, онлай істей алмайсыз, себебі сіз әр істеген жұмысыңызды қандай да бір жаңалық алып келу керек ғылым саласына. Ол мүмкін жаңа бір нейрондық жүйе болуы мүмкін, немесе қандай да бір есепті басқалардан қарағанда тез және жақсы көрсеткішпен көрсететін шешім болуы мүмкін. Яғни ғылыми жұмысында сіз олай дайын заттарды қолдана алмайсыз, сіз керісінше сол жаңа бір шешім шығару керексіз. Түсінген бойынша, яғни жұмыс істеу барысында бағанағы дайын заттарды қолдануға болады, бірақ егер сіздің ғылыммен айналыссаң, сол дайын заттарды ойлап шығару керек, яғни жолдарын айтып кеткен, мысалы бүкіл фреймворктар, қазіргі машин лернингте шыққан фреймворктардың бәрі кезінде университеттен шыққан, сол яғни докторанттар, профессорлар бәрі бірге қосылып істеп шыққан фреймворктар. Кейін олар продакшнда қолданып, кейін үлкен алпауыт компаниялар оларды сатып алды. Енді мына жағынан бастасақ, яғни біз үйрену жағын айттық, енді жұмыс жағын айтсақ, яғни мен көп байқайтыным, қазір кез келген осы жұмыс нарығында батыс болсын, шығыс болсын, машин learning, data science вакансиялар өте көп, және көп адамдар өтпей жатады, яғни жазады өте қиын, немесе PhD-ім жоқ, магистратура керек екен, тағы да басқа. Жалпы осы жұмыс жайлы айта кетсек, яғни қаншалықты жұмыс көп, неге оның жұмысты көп немесе аздығы. Екіншіден сол интервью процесін айта кетсек, яғни қандай этаптар болады, адам қалай өтеді, қалай тапсырады, қалай дайындалады деген сияқты осы мәселелерге тоқталып өтсек. Енді жалпы неге вакансиялар көп екені, ол себебі жаңа айтып кеткендей, болашақта әр проектте машин learning элементтері, машин learning модульдері болады. Ол модельдер сол проекттің, сол сервистің ары қарай юзерлерге не қажет екенін түсініп, соны алдын ала ұсыну үшін арналған кішігірім модельдер болуы мүмкін. Яғни болашақта бүкіл сервистерде машин learning элементтері болады. Сол себепті сәйкесінше вакансияларда қазіргі таңда бірте-бірте көбейіп бара жатыр. Көп компанияларда кәдімгідей үлкен департаменттер ашып жатады машин learning бойынша. Мен енді өзім біраз компанияларға ұсынып көрдім, өзімнің кандидатурамды машин learning инженер ретінде. Көптеген үлкен компанияларға әлі өткен жоқпын, бірақ орташа деңгейлі компанияларға өттім. Сол өз тәжірибеммен бөлісе аламын. Яғни жаңағыда айтып кеткендей, егер IT саласындағы инженер болғанда, барлық жерде көбінесе сұрайтыны ол фундаменталды алгоритм, data structure білімі қажет. Одан өткеннен кейін машин learning бойынша тексереді.
кейбір компанияларда ол ауызша болуы мүмкін. Яғни олар соңғы істеген машин ленинг модельдеріңізді сипаттап беріңіз деп айтады. Сол кезде бір 20 минуттай 15 минуттай сіз кезінде істеп кеткен машин ленинг тәжірибелеріңізбен бөлісу керексіз. Сосын олар қазіргі таңдағы ең қарапайым машин ленинг модельдер олар regression, classification сияқты тақырыптардағы сұрақтардан қазіргі таңдағы deep learning, convolutional neural network бойынша сұрақтарға дейін әртүрлі сұрақтар қойып шығады. Сол сұрақтарға қалай жауап бере алу барысында сізді тексереді. Яғни ол көбінесе ауызша. Енді жазбаша былай математика жазып, былай формула шығарып, мектептегі экзамен сияқты емес, яғни көбінесе былай сөйлесу, алгоритмдер бойынша болады. Тек қана ауызша өтеді. Кейбір жағдайларда мысалы кейстар беруі мүмкін. Мысалы менде Grab деген компания бар, ол Uber сияқты, бірақ Southeast Asia, яғни Southeast Asia бөлігіндегі Uber деп айта берсек болады. Соларда мысалы мынандай есеп берген, әртүрлі кейстар береді, яғни ол кейстар бір 15 минуттық ойланып жауап беруге арналған кейстар. Яғни сіз такси заказ бергеннен кейін адам берген кезде сол адам отмена жасау ықтималдығын есептеу. Яғни ол көптеген факторларға сәйкес болуы мүмкін. Соны сіз сипаттап беру керексіз. Қалай ықтималдығын есептеп шығасыз, ол қандай факторларға сәйкес, жалпы математикалық моделі қалай болады, ол ықтималдықты қалай есептеп шығасыз деген сияқты. Керемет. Ал мынау не жағын айта алсақ, дайындалу жағын айтсақ, яғни бір кітап немесе сайттар бар ма неден дайындалу бойынша, немесе бағанағы Kaggle-дан дайындала ма? Әйтеуір мысалы мен білуімше мысалы программирование бойынша LeetCode деген сияқты сайттар бар. Яғни адам есеп шығарып өзін дайындалуға салады. Ал дата сайенста бар ма әлде ол бәрі компанияға байланысты ма? Machine learning, data science ол салыстырмалы түрде жаңа жұмыс болғандықтан мүмкін қазіргі таңда ондай сервистер аздау деп ойлаймын. Көбінесе мен өзім программирование болсын, машин ленинг салалары болсын, ешқашан кітап оқымаған оларды түсіну үшін. Көбінесе практика жүзінде түсініп келген салалар, яғни практика жүзінде білімді жетілдірген. Машин ленингте де көбінесе солай болды. Курстар қарадым, бірақ аса көп қарадым деп айта алмаймын. Яғни адамдармен сөйлесу барысында, менторлерден сұрау барысында, олар осыны оқы дейді, соларды тек қана қараймын. Имплементациясын жасап, продакшнға енгіземіз. Сондай ғана барысында болды. Сол себепті машин ленингте мысалы нақтылай бір формула бар деп айта алмаймын. Мысалы software engineer болған кезде software дизайн мен алгоритм data structure-ны білу сервистері өте көп деп ойлаймын. Солармен дайындалса болады. Ал машин ленингте ондай қандай да бір сервисті қазір нақты айта алмайтын шығармын. Өйткені бәрі компанияға байланысты немесе бағанағы сфераның тым жаңа екендігіне байланысты, иә? Көбінесе олар сол фундаменталды машин ленинг модельдерін сұрайды. Нейрондық жүйе қалай жұмыс істейді деген сияқты. Нейрондық жүйенің қандай түрлерін білесіз, қандай да бір есеп береді, осы есепке қандай модель қолдана аласыз деген сияқты. Неге сол модельді қолдандыңыз, неге А модель емес, Б моделін қолданды деген сияқты. Түсінікті. Мәке, енді қазір сіздің жұмысыңыз жайлы айтайық. Яғни сіз Малайзияда бір компанияда жұмыс істейсіз, білуімше машин ленинг бойынша, және тимлид екенсіз, сол жайлы айта кетсеңіз, жұмыс қалай болды, немен айналысады компания? Тимлид деген кезде мен болғам, бірақ ол Қазақстанда болғам. Қазіргі таңда мен компанияда жалғыз машин ленинг инженермін. Яғни көптеген кішігірім тимдар бар, топтар, яғни олар IT департаменті болсын, маркетинг департаменті болсын деген сияқты. Менің жұмысым солармен бірге жұмыс істеу. IT департаментінің өзінде бізде екі түрлі продукт бар. Сол екі түрлі продуктқа сәйкесінше екі түрлі команда бар. Сол екі командамен де жұмыс істеп отырамын. Егер бір командада приоритет жоғары болса, қазіргі таңда продакшнға енгізу керек деген бір сервис, онда мен соларға кіріп кетемін. Егер бірінші командада приоритет жоғары болса, соларға кетіп қаламын деген сияқты. Ортада, былайша айтқанда,
бір командадан екінші командаға көшіп жүреді иә былайша айтқанда жұмысына байланысты. Ал компания немен айналысады жалпы, не продукт, қандай компания? Компания атын айтуға бола ма білмеймін, бірақ жалпы сипаттап айта кетсек олар каршеринг, яғни қазіргі таңда бізде көлік өте көп, яғни солар сәйкесінше экологияда кері әсерін тигізеді деген сияқты. Сол себепті кептеліс өте көп пайда болады. Соны кептелісті азайту барысында машиналар санын азайтып 4-5 адамды бір машинаға отырғызу деген сияқты. Ол сервисте қазіргі таңда мысалы адамдар регистрация істеген кезде өздерінің KYC деген түсінік бар. KYC деген Now Your Customer деп аталады. Яғни сіздің кастомеріңіз кім екенін түсіну керек. Яғни олар өздерінің суретке түсіреді, өздерінің identity картын суретке түсіреді, жүргізу куәлігін суретке түсіреді. Яғни 3 документті сіз өткізесіз. Бізде компанияда бір 100-деген адам отырады, қателеспесем. Сол 100-деген адам сол проблемаларды шешумен, яғни жеке куәлігіңіздегі номерді базада анықтаған кезде жеке верификацияның бәрін қолмен жасалады. Бірақ менің қазір ең басты жұмысым соның бәрін автоматтандыру. Яғни түсірген жүргізу куәлігіндегі, өзіңнің жеке куәлігіңіздегі және селфидағы адам бәрі бір болса, сол жеке куәліктегі номерді бөліп шығарып, бәрін автоматты түрде регистрация жасау. Ол ең бірінші тапсырма. Бірақ ондай тапсырмалар бізде өте көп. Себебі мен келмей тұрып, барлығы қолмен жасалатын, ол заттардың бәрі адами факторлар өте көп болады. Енді қазіргі таңда менің жұмысым соның бәрін автоматтандыру. Жалпы осы цифровизация, яғни бағанағы адамдық факторларды азайтып, адамдық тексерулерден азайтып, бағанағы алгоритмдар немесе машин лернинг, сол бағанағы құжаттарды тексеріп, сол адамның немесе ол адам емес екендігін тексеру алгоритмдары ғой жалпы. Және де мысалы саппортқа бізге өте көп хат келеді. Сол хаттарды мысалы frequently asked question дейді ғой, жиі сұралатын сұрақтар. Солардың мысалы контентін түсініп, яғни ол жерде бір қандай да бір бот болып, немесе чат болып, чат-бот сияқты жиі сұралатын сұрақтарға лезде жауап беру деген сияқты. Жалпы қазіргі таңда информация өте көп, текстті түрде информация, сол саппортқа келетін информация өте көп. Машинаға адам отырмай тұрып, машинаны суретке түсіру керек, 4-8 жерден қателеспесем. Сол жерде машинада қандай да бір сыртқы ақаулар бар екенін түсіну, машинаның нөмірін табу деген сияқты. Яғни визуалды информация да өте көп. Бірақ қазіргі таңдағы кемшілігі ол бізде мысалы ол ақпараттардың бәрі қандай да бір нормалды формаға келмеген. Қазіргі таңда мен оның бәрін өзім атқарып жатырмын, яғни нормалды формаға келтіру, аннотация жасау деген сияқты. Сол өте көп уақыт алады. Әрине мен енді басшылықтан сұрағам, мысалы мүмкін тәжірибеге, яғни ағылшынша internship дейді, интерндерді алсақ деген сияқты. Яғни ол IT саласында кішкене қара жұмыс болып есептеледі. Сол қара жұмысты азайту, ал өзім тек қана кішкене интеллектуалды жұмыстарға көбірек көңіл бөлсе деген сияқты. Бірақ қазір мен өзім жалғыз болғандықтан бүкіл жұмысты, яғни A-дан бастап Z-қа дейін бәрін өзім істеп шығу керекпін. Один в поле воин дейсіз ғой. Негізі былай қазіргі Малайзиядан кетіп Қазақстанға келсек, қаншалықты біздің мемлекет жалпы бағанағы машин лернинг технологияларын қолдана алады немесе қолданбай жатыр деп ойлайсың? Себебі қазір мысалы бағанағы сергек деген технология енгізілді, яғни камералардан машина көліктердің былай штрафтарды бәрін жазады. Және де мынау мемлекетте ақпараттық, яғни прокуратура болсын, сот болсын, бүкіл документтерді электронды форматта жазады. Яғни менің байқауымша ақпарат өте көп, бірақ ол ақпарат ешқандай бір өңделіп жатқан жоқ секілді маған көрінеді. Және бұл жерде бізге көрсеткен бағанағы gap сияқты, яғни біз өзде қолданбай жатқан өте көп мүмкіндіктер бар секілді. Жалпы не ойлайсыз осыған байланысты? Енді мысалы текстті информацияны ала кетсек, сурет жарайды. Суретте мүмкін біз қандай да бір қолданбалар істеуіміз мүмкін. Өйткені адамның түрі, барлық сурет дүние жүзінде бәрі бірдей. Бірақ текст информацияда бізде
және спич, адамның дауысы сөйлеу деген сияқты. Ол жерде мүмкін қандай да бір қиыншылықтар болуы мүмкін. Қазір егер ағылшын тілінде айтыла кетсек, ағылшын тілінде бізде машин learning модельдер өте көп, өйткені дүниежүзінің бәрі ағылшын тілінде істейді. Орыс тілінде кішкене аздау, себебі орыс тіліне тек қана орыстар ғана көңіл бөледі, ал қазақ тілінде тіпті аз. Қазақ тілінде машин learning саласындағы эксперттер саны аз болғандықтан сәйкесінше ондай модельдер тіпті аз деп айта аламын. Және де қазақ тілінде ақпараттар, цифралық ақпараттар тіпті аз деп айта аламын, ал жаңа жоғарыда айтып кеткендей ақпарат жоқ болса, машин learning сәйкесінде жоқ болады. Және де екінші бір фактор мүмкін B2C саласын алсақ. Бізде халық мүмкін әлі машин learning проекттеріне мүмкін әлі менталды тұрғыда дайын емес шығар деген ой келеді өзімде. Ол ой тек қана ой емес, ол практикалық тұрғыда дәлелденген өзімнің тәжірибемде болған тәжірибелер. Яғни біз кезінде біраз машин learning проектілерін нарыққа енгізуге тырыстық, бірақ көбінесе халық менталды тұрғыда оған дайын болмағандықтан біз жақсы көрсеткіш көрсете алмадық. Бірақ ол әрине біздің жақсы көрсеткіш көрсете алмауымыздың ең басты себебі емес, бірақ қандай да бір кішігірім себептердің бірі. Мемлекеттің өзінде дайын емес дейсің ғой, яғни біріншіден ақпарат аз, екіншіден халық дайын емес, үшіншіден мүмкін компаниялардың өздері дайын емес мүмкін, иә. Компаниялар деген кезде, мысалы, компаниялардың басшылықтарына түсіндіру барысы біраз ұзақ уақыт алады. Оларға шын мәнінде сіздің қолыңыздағы ақпарат, сіздің болашағыңызға үлкен септігін тигізе алу процесін түсіндірудің өзі біраз уақыт кетеді. Мен өзім жалпы жақында ойланып көрдім да, негізі біздің бағандағы машин learning технологияларын енгізу мемлекеттік өте көп нелеріне көмек тиеді деп ойлаймын. Мысалы, ең оңай түрі, мысалы, біздің Қазақстан темір жолы сияқты компаниялар. Яғни квази мемлекеттік организациялар, яғни оларда пойыз көп, мысалы, олар бүкіл пойыздардың нелері бағанағы цифровизованный болған деп ойлаймын. Қанша дегенмен олар шетелдік бағанағы SAP болсын, басқа болсын технология енгізеді, бірақ бұл даналар осы датасетпен ешқандай жұмыс атқарылмайтын секілді, өйткені пойыздар кешігіп жатады, компаниялар эффективті жұмыс істемейді деген сияқты. Немесе бағанағы Қазақтелеком болсын, немесе осы әрбір даже мемлекеттік компаниялардың өздері қолданбай жатқаны мен кішкене таңғалдырды, себебі ақша жағына да проблема болмау керек негізі, немесе мүмкін кадр жағына проблема бар шығар, қалай ойлайсың? Енді мен ойымша бұл жерде екі себеп болуы мүмкін. Біріншісі сол 50 жылда ел жаңа деп айтпақшы. Қазіргі таңда жаңа ұрпақ, IT саласын жетік жақсы меңгерген ұрпақ басшылыққа келмегенше мен ойымша көп нәрсе аса өзгермейді деп ойлаймын. Себебі совет үкіметінде өсіп шыққан азаматтар қазіргі таңда басшылықта отырғандықтан олар мүмкін жаңашылдыққа әлі көздері ашық болмауы мүмкін. Оларға түсіндірудің барысы өте көп уақыт алады. Мүмкін сол біраз уақыт өткеннен кейін біз сияқты, сіздер сияқты азаматтар басшылыққа келген кезде мүмкін бір нәрсе өзгеруі мүмкін. Яғни сыртта өмір сүрген, шетелді көрген, яғни біраз көзді ашық азаматтар деген сияқты. Негізі былай, сонда сенің айтуың бойынша басшылық жалпы мемлекет жағынан болсын, компаниялар жағынан болсын, оны қабыл айту керек, ол тренд, ол бар, онымен былайша айтқанда жұмыс істеу керек екенін бірінші түсіну керек, екінші соған байланысты бағанағы азаматтар бұл жұмыс істей алады. Иә. Мысалы, екіншісі, жаңа мысалы кадр жөнінде сұрап кеткеніңіз, кадр шын мәнінде қазақстанда IT саласында өте аз, жалпы IT саласында ол машин learningке ғана қатысы жоқ, бүкіл мысалы mobile developer болсын. Иә, сол мен мысалы өзім team lead болып жұмыс істеген кезде команда құру керек болды. Сол кезде команда құрудың біраз қиыншылығын өзім көрдім. Яғни машин learning саласы бойынша эксперт болмасын, және бастапқы көбінесе бізде junior машин learning адамдар бар, бірақ middle, seniorлар табу біраз қиын. Себебі мүмкін шетелге кеткен қазақтар көп шығар, мысалы жұмыс таппай, немесе қолданыс таппай. Мысалы, мен өзім машин learningті таңдаған кезде маған көбісі айтқан, Қазақстанда сен ол салада жұмыс таба алмайсың. Яғни оқыған білімнің бәрі Қазақстанда қолданысқа ие болмайды деп. Менде өз ойым болды, егер ондай жұмыс жоқ болса, неге өзім ашпасқа деген сияқты сондай жұмыстарды. Бірақ
мен докторантураны бітіргенше машин ленинг біраз бірте Қазақстанға да жетті. Қазақстанда жаңа жұмыстар ашыла бастады. Яғни жұмыс табу салыстырмалы түрде, яғни қарапайым софтвер инженерге қарағанда мүмкін 4 есе қиын шығар, 3 есе 4 есе вакансиялар саны. Бірақ ол мүмкін жалпы, бірақ дүниежүзіндегідей емес. Менің ойымша 3-4 есе аз болса да конкуренция жоғары емес секілді, өйткені ол мамандар да өте аз секілді маған. Иә, мамандар да өте аз. Өйткені менің жеке ойым, былайша айтқанда софтвер инженері болу ол көбіне практиканың мәселесі, яғни жазып көріп, жұмыс істеп көру, ал машин ленинг кішкене басқашалау, жерде кішкене бағанағы математика немесе бағанағы практика жағынан кішкене оңай дүние емес, себебі әрбір компания бағанағы немесе мемлекет саған айтқанда датасетін бере салмайды. Оңайлықпен, және де машин ленингте қандай да бір уақыт адам деген көбінесе конференс пейперлер және де журнал пейперлерді, мақалаларды жиі оқып тұру керек. Яғни қазіргі таңда ғылыми салада машин ленинг бойынша қандай жаңа алгоритмдер шығып жатқанын біліп жүру керек машин ленинг бойынша. Себебі жаңа алдында айтып кеткендей, дүниежүзіндегі мықты университеттер, олар профессорлер, докторлар, олар жаңа бір жаңалықтарды көбінесе ашқыш машин ленинг саласы бойынша. Солардан ашып, ол продакшнда, яғни өндірісте өзінің жақсы көрсеткісін көрсеткеннен кейін ғана олар қандай да бір библиотека, фреймворк немесе бір проект болып шығады. Сол себепті әрқашан сол жаңа мықты конференция журналдардан шығатын мақалаларды жиі оқып тұру керек. Жалпы өзін дамытып, тоқтатпай, бір орында отырмай дамып отыру керек, иә? Мына мәселеге тоқтала кетсек, қазір көптеген машин ленинг саласында көптеген трендтер бар. Яғни келешекте қолдану сфералары немесе келешекте осы дамиды-ау деген айтқанда направление дейді ғой. Сол жақтар бар, мысалы. Қазір білмеймін, мен қолданбай жатқан сфера жоқ секілді. Жалпы осы салада қандай трендтер бар, келешек қандай трендтер бар және қандай келешек бізге жалпы Қазақстан мемлекет ретінде немесе осы осымен айналысып жүрген адамдар ретінде көретін мүмкіндіктер, қай жаққа бару керек, қай жаққа жылжу керек, қай жақты көз салу керек деген сияқты. Енді жалпы жасанды интеллектте неше түрлі бағыттар бар. Мен өзім сол компьютер вижнда, яғни визуалды ақпараттармен жұмыс істеуге көп көңіл бөлгем. Оның ішінде сол визуалды бар ақпарат бар, текст түріндегі ақпараттар бар, аудио ақпараттар бар. Қазіргі таңда әрине ең басты дүниежүзіндегі ең көп кездесетін ақпарат ол текст ақпараты және визуалды ақпарат. Яғни аудио ақпаратқа қарағанда осы екі түрлі ақпарат көп кездеседі. Мен ойымша Қазақстанда жетіспейтіні мүмкін, егер ол тексті ақпарат болса, ең бірінші ақпараттар санын көбейту. Мысалы, қазір дүниежүзінде ең мықты жасанды интеллект бойынша ол Америка мен Қытай. Бірақ Қытай мүмкін кішкене алдыда шығар. Себебі Қытайда ақпарат өте көп. Қытайда халық саны өте көп, әр адам қолында бір немесе 2 смартфон болуы мүмкін. Ол смартфонмен адам күнделікті қанша текст жазады, қанша суретке түсіреді, яғни өте қарқынды түрде ақпарат өте көп. Машин ленинг саласында екі фактор бар, яғни біріншісі ақпарат көп болса, екіншісі ол алгоритм. Ақпарат бойынша Қытай озып отырса, америкалар олар көбінесе алгоритм бойынша креативті болып келеді. Енді Америкада неше түрлі дүниежүзінің мықты эксперттерін жинағандықтан, олар алгоритм бойынша мықты алгоритмдер шығарады. Жалпы Америка ол жақта көш бастап тұр, бұл осы салада. Иә, қазіргі таңда сол Қытай мен Америка, бірақ Қытайда үкімет тұрғысынан қараған кезде кәдімгідей біраз ақшалай, қаржылай көмектер көп жасанды интеллектке. Бірақ мен осы трендті ойлап отырып, дұрыс емес жағы да бар ма деп ойлаймын да, қаншалықты дұрыс екенін білмеймін, бірақ мысалы бағанағы Қытай мемлекеті басшылығы, коммунистік партиясы бұл машин лернингті қолданып, мынау халықты басқару мәселесінде қолданатын секілді көрінеді. Мысалы, бағанағы WeChat болсын, бағанағы камералар болсын, біз көп көріп жатамыз, интернетте болсын, басқа жерде болсын. Сол мысалы бағанағы алгоритмдер халықты контроль ретінде қолданады, яғни басқару. Адамға бір мысалы ең оңай мәселе, мысалы кредит беру мәселесі. Яғни адам несие алғысы келеді,
бағанағы несін қарайды да, бағанағы оған историясын қарайды да, былайша айтқанда кредит бермейді деген сияқты. Яғни осындай кішігірім мәселені бастап, жалпы бұл кішкене неге кету мәселесі бар ма, жалпы осындай бір халықты басқару жүйесін. Өйткені ақпарат ол көп, адам біз телефондағы ақпарат болсын, интернетте қоятын ақпарат көп, осымен бір манипуляция жасау мүмкіншілік бар секілді көрінеді. Қаншалықты рас? Енді таяқтың екі ұшы бар демекші. Жалпы адамның қолына берген құралға байланысты, адам қолына берген құралды жақсы жаққа қолдану мүмкін, жаман жақта қолдану мүмкін. Мүмкін қазіргі таңда қателесу мүмкін, бірақ Қытай жаңа өзіңіз айтып кеткендей манипуляция, яғни контрол бойынша көбірек қолданылатын шығар. Яғни оларда мен қателеспесем, көшелерінде әр камера арқылы face recognition, әр адамға қандай да бір ID беріп қойып, адамның қай жерде жүргені, қанша уақыт жүргені, соның бәрін traction жасай алады. Әр адамның өзінің қандай да бір жеке ID-і, сәйкесінше рейтингі бар. Сол сияқты мүмкін, Қытай Халық Республикасы оны өзіне керек жолда қолданып жатқан шығар деп ойлаймын. Бірақ әрине оны басқа да халықтың өмірін жақсарту барысында қолдануға болады деген сенімдімін. Жалпы бағанағы таяқтың екі ұшы бар деген сияқты, жаман да жақсы жағы да бар, иә? Let it be life. Бұны атап өттік, машин лернингті. Енді кішігірім мынау шетелде өмір сүру үрдісі бойынша, яғни сен қанша біраз жыл Малайзияда тұрдың, иә? Жалпы осы уақытқа дейін Қазақстан мен Малайзияда өмір сүру үрдісі, стилі, былайша айтқанда лайфстайл дейді ғой, қаншалықты үлкен айырмашылық бар? Екіншіден, жалпы шетелге тұру адамдардың мотивациясы қандай болу керек? Яғни мынау қазақтың баласы кету керек пе, керек емес пе деген сұрақ өте қазір қозғалып жатыр, иә? Яғни мен әрине өзімді айта аламын, мен Амстердамда тұрып отырмын. Ол халық арасында өте үрдіске айналып жатқан зат, яғни жас мамандар шетелге кетіп жатыр. Қаншалықты бұл дұрыс емес? Екіншіден, осы Малайзиядағы өмір жайлы айта кетсең. Енді мен мысалы шетелде оқыған кезде, мысалы бакалаврда оқыған кезде аса көп білім алдым деп айта алмаймын. Әрине қандай да бір көлемде білім алды, бірақ ең бастысы ол өмірлік тәжірибе алдым деп айта аламын. Сол өмірлік тәжірибе үшін ешқашан өкінбеймін шетелге кеткеніме. Жалпы адамзат баласы, оның ішінде мысалы қазақстандық азамат ала кетсек, ол шетелге кеткен кезде ең бастысы адамның мүмкін кішкене көзі ашылатын шығар. Себебі Малайзияда көптеген мемлекеттің адамдары өмір сүреді. Әртүрлі адамдармен сөйлесесіз, арабтармен сөйлесесіз, олардың мысалы ирандықтармен сөйлесесіз. Олардың көбісі мысалы өз мемлекетінде қандай жағдай болып жатқанын сіз айтып беруі мүмкін. Яғни көптеген адамдармен сөйлесіп, жаңа мәдениет, жаңа көзқарастарды түсініп, адамның өмірге деген, жалпы дүние жүзіне деген көзқарасы кішкене өзгереді. Енді бұл шетелде өмір сүру бойынша көзқарасым. Малайзияда халық жалпы өзі Қазақстанмен салыстырған кезде, енді мен Қазақстанды жамандағым келмейді аса, бірақ Қазақстанда кішкене адамдар агрессивті сияқты болып көрінеді. Ол мүмкін Ресей халқының, Россияның бізге деген бір қандай да бір ықпалы бар шығар, себебі 70 жылдай Ресейдің қол астында болғандықтан. Малайзияда адамдар кішкене жұмсақ, және де аса агрессия көп сезілмейді. Және жаңа айтып кеткендей, неше түрлі мәдениеттерді көрсеңіз болады. Қытайлар 20%, үндістер 20%, яғни бір мемлекетте бір жерде үнділік храмдарды көрсеңіз, бір жерде Қытай храмдарын көресіз. Малайзиялықтардың өздері ислам діні, яғни бір жерде мешіттерді көресіз. Яғни бір мемлекеттің ішінде 3 түрлі мәдениет көресіз. Арабтарды да біраз көп көресіз, африкандықтар да біраз бар, және европалықтар бар. Яғни кішігірім бір жер шарындай бір атмосфера құрады. Қаншалықты қымбат мемлекетте өмір сүру, яғни баға жағына келсек, cost of life дейді ғой? Жалпы жоғары Қазақстандағыдай бірдей, жалпы айта кетсек.
бірақ стандарттар кішкене өзгешелеу. Мысалы сіз бұл жерде Қазақстандағыдай бағада квартираны жалға алсаңыз, ол квартираның ішінде спортзал болады, яғни жим, тренажерный зал, бассейні болады, көпшілігінде моншасы болады. Яғни соның бәрі мысалы 100 мың теңгедей болуы мүмкін. Бір студия бір бөлмелі квартира. 100 мың... бассейнімен, банясымен, тренажеркасымен бәрі кіреді. Иә, ал егер сіз мысалы қаланың ортасында бір зәулім биік үйден алсаңыз, ол мүмкін бір комнаталы квартира, ол 200 мың болуы мүмкін. Ол сол қаланың ортасында, сол жаңағы бассейні бар, жоғарғы стандартта салынған үйлер. Мынау не қаржы жағына келсе, яғни зарплаталар бойынша бұлар жоғары ала ма, әлде төмен ала ма? Яғни қаншалықты жеткілікті халыққа ол ақша? Жалпы IT саласы бойынша, жаңа мысалы өмір сүру, қаржылай тұрғыдан қарағанда өмір сүру бірдей болғандықтан, мен ойымша жалақы жағынан да былай болжап қараған кезде бірдей, Қазақстанда да, Малайзияда да бірдей. Бірақ мысалы сол жаңа айтып кеткендей, кішкене өмір сүру стандарттары жоғары. Көпшілік халық тамақты үйде жасамай, тамақты сырттан жейді. Жалақы жағынан халықтың көпшілігі енді мен ойымша Қазақстанға ұқсас. Яғни Қазақстанда мысалы көпшілік қандай жалақы алса, Малайзияда да көпшілігі сол сомадағы жалақы алады деп ойлаймын. Шамамен бірдей мемлекеттер. Иә, бірдей мемлекет, иә. Мен өзім көп естіп жатам, Малайзияда мынау мемлекеттің басшылығына деген қарым-қатынас өте ерекше. Яғни мысалы естуім бойынша аты есіме түсіп отыр, мынау президент, қазіргі президент өте кәрі кісі, білуімше, екінші сұраққа келген, екінші рет сайланған. Сонда өте халық арасында мынау белгілі бір дәрежеге сыйланатын кісі. Жалпы политикалық тұрғыда бұлар қалай мемлекеттің несі қандай строй дейді, яғни бұл демократиялық мемлекет пе, әлде көпіне сондай басқа жүйемен қалай қолданады? Енді мен еуропалық мемлекеттер сияқты толыққанды демократиялық мемлекет деп айта алмаймын. Ең басты қиыншылығы мүмкін Қазақстаннан да қиын шығар, себебі ең басты қиыншылығы бұл жерде 3 этникалық халық тұратындықтан, ол малайлықтардың өздері, үндістер, қытайлықтар, осы үшеуінің басын тыныштықта, бейбітшілікте біріктіру мен ойымша өте қиын сияқты, өйткені үшеуінің де бэкграундтары 3 түрлі, діндері де 3 түрлі. Бірақ Қытай, үнді халықтарынан мен дискриминация бар екенін біраз көп естимін. Яғни малайлық халықтан. Мысалы, университетке грант берілген кезде, жұмысқа квота берілген кезде, көбінесе жергілікті малайлықтарға көбірек беріледі. Бірақ бір шетінен ондай болмаса, Қытай, үндістер халықты жалпы контрол жасауға ниеттері бар сияқты болып көрінеді бір шетінен. Егер ондай қарсылық болмаса, яғни ондай дискриминация болмаса. Сол себепті, яғни қазіргі таңда Малайзия сол екі таяқтың ұшында қандай да бір контрол ұстап тұр деп айта аламын. Және де политикалық тұрғыдан айта кетсек, осы соңғы сайлауға дейін көпшілігінің айтуы бойынша кішкене Қазақстанға ұқсас болды. Яғни толыққанды демократия емес, көбінесе сайлауда кім ұтатыны алдын ала болжалдай аласыз. Аса қатты бір политикалық ұжымдар болмай, тек қана бір ұжым ғана бәрін басқарып тұрады деген сияқты. Бірақ соңғы басқа партия бар, басқа партия. Бірақ соңғы уақытта естуімше, яғни оппозицияның барлығы болмаса да кейбір бөліктері бірігіп, халықпен бірге қарсы шығып, қазіргі отырған премьер-министрін, алдында отырған премьер-министрін тақтан түсіріп, өзінің ұсынған кандидатын таққа отырғызды. Ол кісі жаңа өткенде екінші рет сайланып жатыр, жасы 92 ма, 95 па, сондайда. Сонда бағанағы үш халық бар деп айттың, сонда малай халқы бар, қытайлар бар, және үндістер бар. Сонда мемлекеттік тілде 3 тіл бар ма сонда? Яғни ағылшын қосқанда, ағылшын, малай тілі, қытай тілі, үндіс тілі, сондай. Бірақ мен ең басты таңғалғаным, мысалы Қазақстанда қалаларда көбісі орысша сөйлейді, әр адам орысша
қандай да бір екі сөздің басын біріктіре алады, бірақ орыстар қазақша аса қатты керемет сөйлейді деп айта алмаймын, тіпті көпшілік қазақ қаланың қазақтары өзі қазақша аса білмеуі мүмкін, бірақ бұл жерде бүкіл халық малай тілінде сөйлей алады. Тілдерін өте қатты тақпаған, яғни малай халқы өзі тілге өте қатты көңіл бөлетін сияқты, себебі барынша мысалы малай адаммен Қытай немесе үндіс адам сөйлессе, малайлық оған малай тілінде сөйлейді, сәйкесінше Қытай, үндіс малай тілінде жауап береді, яғни әңгімелері малай тілінде өтеді. Сол кезде мен біраз таңғалған, бізде Қазақстанда мысалы қазақ, орыс немесе басқа ұлтқа келіп қазақша сөйлеу ықтималдығы аз сияқты да, сөйлегеннің өзінде жауап орысша қайтарылатын сияқты. Сонысы кішкене таңғалдырды. Яғни әр адам малай тілінде сөйлей алады. Қытайлар өздері екі топқа бөлінеді, қателеспесем. Үндістер көбінесе оңтүстік Индиядан келген, Тамиль Наду деген өңірден келген. Олардың өздерінің тамиль тілінде сөйлейді. Сонда мемлекет бірнеше дінді ұстана бере ме? Жалпы мен білімше ол кішкене Малайзия елі мұсылман мемлекет болып есептеледі, әлде бірнеше конфессия бар ма? Официалды тұрғыда мұсылман емес жалпы, бірақ жалпы кейбір заңдылықтарында мысалы шариғаттың элементтерін көрсе болады. Мысалы малайлық адам туылған кезде ислам дінінен басқа дінді қабылдай алмайды. Ол әрқашан ислам дінін қабылдау керек. Басқа дінді қабылдаса, қандай да бір жаза бар, қателеспесем. Сондай ма? Деген сияқты, және де өздерінен отказ бере алмайды, былайша айтқанда өзінің. Жалпы ислам діні Қазақстанмен салыстырғанда біраз қатты дамыған. Халықтары ислам дінін қатты ұстайды. Мысалы біз Қазақстаннан келген кезде бізде мысалы енді көбісі мұсылман деп өзін қарастырады, бірақ практикалық тұрғыдан діни практикалық заттарды жасауы мүмкін. Сол кезде ораза ұстамаған қазақтарға бәрі таң қалатын. Сіз мысалы мұсылмансыз дейді, бірақ неге ораза ұстамайсыз деген сияқты. Неге намаз оқымайсыз деген сияқты. Намаз оқымау деген кезде, оразаға келген кезде олар кәдімгі қарамайшылықты көретін да. Намаз оқымаса да, бірақ ораза бәрі ұстайды. Ораза, әрине бәрі ұстайды. Нарикби лайф. Енді кішкене былай даму жағын айтсақ, яғни мен енді Инстаграм парақшасына немесе басқа жақтан байқап отырсам, сіз мысалы спортқа, немесе музыкаға, немесе кітапқа неше түрлі осы қызығушылығыңыз бар екен. Соның жағын айта кетсек, қандай мысалы кітап жағына келсек, соңғы осы жыл немесе соңғы жылдар айта кеткен өзіңе ұнаған қандай бір кітаптар бар? Енді кітап, жалпы мен өз ойымша адам ақпаратты қабылдауының неше түрлі жолдары бар деп ойлаймын. Және де ол туылғаннан бастап әр адам әртүрлі өзінің бір қабілеті болады. Мысалы, мен неге екенін білмеймін, бірақ мен кітап арқылы информацияны көп қабылдай бермеймін. Мен көбінесе тыңдау арқылы көп ақпаратты қабылдаймын. Мысалы, жұмыс істегеннің өзінде де мен наушниксіз жұмыс істей алмаймын. Әрқашан құлағымда бір подкаст па, бір нәрсе тыңдап отыруым керекпін. Біздің мемлекет осы подкаст тыңдаса болады кейін. Сол себепті мен енді кітаптан аса қатты мықты эксперт деп айта алмаймын. Қазіргі таңда Homo sapiens деген кітап оқып жатырмын. Бірақ көбінесе өзіме қызықты кітаптар емес, маған көбінесе ғылыми мақалалар көбінесе өзіме қызықты. Өзіңнің салаңа байланысты. Көбінесе математикалық қандай да бір теорияларды оқып, солардан көбірек ләззат аламын. Себебі әдеби кітап болсын, олардан тез жалығатын сияқты. Мотивациялық кітаптар болсын. Бұл жерде неге бағанағы машин learning, deep learning бағана осы салаға келген кезде кітап емес, көбіне ол мақала, яғни белгілі бір сайттарда немесе журналдарда мақала шығады, соны оқуға болады жалпы. Көбінесе сол мақалаларды оқыған кезде көбірек ләззат аламын деп айта аламын. Яғни ішкі тұрғы, рухани тұрғыда. Рухани тұрғыдан. Рухани деген кезде мысалы қандай да бір әдеби кітап болсын, мотивациялық бір кітап оқыған кезде адамда қандай да бір ішкі дүниесінде өзгеріс болатын сияқты да. Бірақ менде көбінесе сол ғылыми заттарды оқыған кезде көбінесе ол
тек қана техникалық тұрғыдан емес, ол қандай да бір басқа салаларға қалай көмектесе алады деген сияқты тұрғыдан көп ойланғанды жақсы көремін. Яғни кішкене философиялық тұрғыда. Яғни бір ғылыми метод ол басқа психологияда қалай қолданса болады деген сияқты. Жалпы ол мақалалар тек сол машин learningқа ғана емес, жалпы адамдық психологияға, адамдық белгілі бір habit дейді ғой, яғни соған да байланысты жазылған, соның үстінде негізделген заттар ғой, яғни соған байланысты жасалған бір белгілі бір research. Бірақ енді көбінесе енді жаңа айтып кеткендей, көп бос уақытымды мен кітап оқуға емес, басқа заттарға көбінесе көбірек бөлемін. Ол деген кішкене музыка жақындығым бар, спортқа адам жалпы толыққанды даму үшін физикалық тұрғыдан, рухани тұрғыдан даму керек деп ойлаймын. Сол себепті физикалық тұрғыдан да өзіме қарауға тырысамын, және де профессионалдық кәсіби тұрғыдан өзімді дамытуға тырысамын. Қандай спортпен көбіне айналысасың? Мен жалпы өзімнің жоспарым бар. Ол жоспар, яғни 100 тренировка, жаттығу жасау. 100 тренировка? Қанша уақыт? Менде жалпы ондай таймфрейм, яғни бір қандай да бір дедлайн жоқ. Жалпы жасау, қолымнан келгенше 100 тренировка жасағаннан кейін бір өзіме қорытынды жасау. Қаншалықты менде өзімде өзгеріс болды. Эксперимент деп қабылдаса да болады бұны. Қазіргі таңда 26 тренировканы бітірдім. Оның ішінде әртүрлі тренировка болуы мүмкін. Күреспен айналысам, functional тренинг деген бар, кроссфит сияқты. Яғни кардио жаттығулар жасау. Соның кейде жүзем, кейде тауға шығам. Соның бәрін есеп, тауға шығудың өзі бір тренировка ретінде қарастырамын мысалы. Сол қосымша спорттан бөлек күнде есеп шығаруға тырысамын. Есеп деген кезде ол, яғни жаңа алгоритм, data structureға байланысты. Қазіргі таңда яғни мен челлендждарға бөліп салам. 100 days of sports деген ол бір челлендж, 100 days of coding деген ол бір челлендж. Ол жерде қазір 50-ші күнге жеттім, қателеспесем. Есеп шығарудан. Есеп шығарудан. Сосын жақында кітап оқу дегенді қостым, бірақ кітап оқудан кішкене аса алға жылжып бара жатқан жоқпын. Және де соңғы кезде 100 new people деген челлендж аттым өзіме. Яғни барынша әртүрлі саладағы, әртүрлі бэкграунды бар, әртүрлі мәдениетті көрген жаңа 100 адаммен танысып, тек қана танысып емес, ол кәдімгі жиі сөйлесетін адам болғанда ғана менің тізіміме қосылатын адамдар. Қазіргі таңда 2 айда мүмкін 30 адаммен танысқан шығармын жалпы. Яғни ол адамдармен жиі хабарласып тұрасың, сөйлесіп тұрасың. Олар жұмыстағы жаңа басқа департаменттағы адамдар болуы мүмкін. Олармен енді күнде сөйлеспесем де 3-4 күнде бір көріп қалып амандасатын адамдар. Және де спортпен айналысқан кезде сол жердегі адамдар болып келеді көбінесе. Ол былай қаншалықты өмір өзгерді деп айта аласың осы уақытқа дейін, осылай 1 ай болсын, 2 ай болсын, осылай адамдармен танысып жүрген. Мен просто өзім байқаймын, мынау көбіне інілеріме, қарындастарыма айтамын, адамдармен танысу керек, адамдармен араласу керек, өзіңнің былайша айтқанда бағанағы шектеуді ортаңнан бола берме деген сияқты өзім осылай айтып тұрамын. Ал қаншалықты ол өзгертеді, яғни адам жаңа адамдармен танысса, менің ойымша ол жаңа былайша айтқанда мүмкіндіктерді көреді, жаңа былайша айтқанда ең болмағанда жаңа адамның тәжірибесін көреді. Ойланып көреді. Сол жағынан қатты әсері болды ма саған? Енді мысалы қазақта айтып жатады ғой, келін түскен кезде ененің қолы ұзарады деп. Сол сияқты сол аналогияны келтірсе болады. Мысалы адамда жаңа таныс пайда болса, адамның қолы ұзаратын сияқты. Көптеген жаңа мүмкіншіліктер ашылады. Ондай мүмкіншіліктерді қарастырмағанның өзінде де жаңа бір адаммен сөйлескен кезде басқа бір мәдениеттен келген, басқа бір көзқарасы бар. Мысалы айтады ғой, бізде
мысалы екі адам кездескен кезде менде бір алма, ода бір алма болса, екеуміз алмазымызбен ауыссақ, екеумізде де бір алма қалады. Бірақ мысалы бір идея бар, бір адамда, екінші адамда бір идея бар. Екеуміз идеямызбен алмассақ, екеумізде екі идея болады. Яғни win to win. Сол сияқты жаңа адаммен танысқан кезде біз сөйлесіп ақпарат алмасқан кезде екеумізде де жаңа бір көзқарас, жаңа бір өмірге деген ой өрісіміз біраз артатын сияқты. Қазіргі таңда енді кәдімгідей үлкен бір өзгеріс көрдім деп айта алмаймын, бірақ бір сезгенім, мен өзім жалпы ұялшақ адам емеспін, кез келген адаммен сөйлесіп кете аламын, бірақ кейде өзімді мысалы тоқтататынмын. Қазір аса тоқтатпай кез келген адаммен емін еркін сөйлесіп кете бере алатын кішкене болса да өзгеріс көрдім. Сондай ғана өзгеріс, бірақ жалпы әрине қызық. Кезінде мысалы тек қана IT саласының адамдармен сөйлессем, қазір таксидағы жүргізушімен сөйлесіп кетті. Такси жүргізушінің өмірге деген көзқарасын. Мысалы соңғы кезде такси жүргізушімен біз вегетарианец болу жайлы сөйлестік. Өзіме бір қызық философиялық тұрғыда ойларды алып, жаңа бір көзқарас пайда болды деп ойлаймын өзім, вегетарианец болуға деген. Ет жемей, қаз жемей. Жалпы мен өзім эксперименттер жақсы көремін. Эксперимент неше түрлі, челлендж деген сияқты. Маған ең қызығы сол эксперименттердің результаты, қорытындысы қалай болады деген. Мысалы 100 спорт деген кезде, 100 спорттан кейін мен қандай өзгеріс көретінім маған ең қызықты. Сол 100 тренировка жасау, маған сол результатты көру үшін 100 тренировка істеуге аса ерінбей істеп шыға алатын сияқтымын. Сол сияқты мысалы вегетарианец болуға тек қана результат қандай өзгеріс болатынын көру үшін ана бір өзімде ниет болуы мүмкін. Негізі бұл таза научный подходтың несі ғой, яғни мен де осыған келсем, жалпы адамдар көбіне сұрайды, вегетарианец болу деген қызық қой, немесе спортпен өсу деген қиын ғой деген сияқты. Менің айтарым, ол сен бірінші көруің керексің, істеп көруің керексің. Егер саған жағымда бір әсері болса, сен айналысуың керексің, болмаса айналыспауың керексің деген сияқты. Тек практикада ғана қолдануға болады. Өйткені бұл басқашалай дәлде мүмкін емес сияқты көрінеді. Енді мен өзім мінезім кішкене сондай. Маған адамдар айтса, мен көбінесе адамдар тыңдамай, өзім соны көрмегенше ойым өзгеруі қиындауда. Сол себепті мен көбінесе соны істеуге тырысамын. Мысалы, өзімде қандай да бір ой болса, соны дәлдеп жеткізбегенше, көрмегенше ойым өзгермеуі мүмкін. Мысалы, спортта, мысалы, өзіме қызық, 100 спорттан кейін, мысалы, қандай өзгеріс көре алатыным. Соны көру үшін істеп бітпегенше тынышталмайтын сияқтымын да. Мысалы, кодингта да, мысалы, қазіргі таңда мен 8 ай дайындалып жатырмын, 8 ай емес, тіпті 10 ай шығар. И қазіргі таңда, мысалы, 10 ай бұрынғы мағжан мен қазіргі мағжанды қарасам, өзгеріс өте үлкен сияқты. Және мен бір сезгенім, сіз өзгерісіңізді күнделікті жазып отыру керек екен. Күнделікті не істегеніңізді. Сосын артқа қарай қараған кезде, ана отчетқа қараған кезде, сіздің өзгерісіңізді кәдімгідей қағаз жүзінде, экран бетінде көре аласыз да. Ал егер сіз мысалы отчет жасамасаңыз, ол сізге аса қатты көрінбеуі мүмкін да, және де ішкі ләззат аса алмауыңыз мүмкін. Бірақ сіз күнде отчет, күнде өзіңізді істеген жұмысыңызды бағалап отыру, ол бір шетінен сол отчетқа маңызды, бірақ екінші шетінен сіздің дұрыс жолда келе жатыр ма, келе жатпаған екеніңізді көрсетеді. Яғни сіз пайдалы әсер коэффициентін есептеп, егер ол аз болса, сәйкесінше қандай бағытта жұмыс істеп, сол пайдалы әсер коэффициентін жоғарылатуға болатынын түсіне аласыз. Яғни немесе көбірек жұмыс істемесе, былай жұмыс істеу подходын өзгерту деген сияқты, сондай бір не болу керек, конклюжн болу керек ортасында, мен мысалы пайдалы әсер коэффициенті менде әрқашан аз болатын. Мен уақыт өте көп жұмсайтынмын, бірақ пайдалы жұмыс менде аз болатын. Сол кезде мен ойланатын, басқа адамдардан көп сұрауға тырысатын, неліктен менде пайдалы әсер коэффициенті аз деген сияқты. Сол кезде
неше түрлі кеңестерді өзіме ала отырып, мен өзімнің мысалы есеп шығару методымды өзгерттім. Сәйкесінше қазір пайдалы әсер коэффициенті жоғарылады, және де өзімнің комфорт зон, яғни комфорттық зонамнан шыққанымды сезе бастадым. Ал сіз комфорт зонадан шыққаннан кейін сәйкесінше сіз өзіңіздің өскеніңізді сезе бастайсыз. Жалпы осы бағанағы батыста әсіресе көп айтатын мәселе ол бағанағы work-life balance дейді. Яғни адам жұмыстан кейін де өзін дамыту керек, қызығушылық, өмірге деген қызығушылығын арттыру үшін бағанағы музыка болсын, би болсын, қандай бір өнер болсын, сондамен айналысу керек деген ойға өзің келісесің осындай, да? Иә, мен ең басты бір көргенім Қазақстанда сол work-life balance кішкене аздау сияқты халық арасында. Бізде көбінесе адамдардың көбісі жұмысқа басымен кіріп кетеді да, жұмыстан келгеннен кейін мүмкін бір сағат YouTube'да бір әлеуметтік желілерде отырып, ұйықтап, қайтадан таңертең жұмысқа кетуі мүмкін. Бірақ ол продуктивтілікті аса көтермейді, сәйкесінше түсіруі мүмкін сияқты. Мысалы, Microsoft соңғы кезде 5 күндікті 4 күндікке азайтқанда продуктивтілік кәдімгідей жоғарылағанын көрсеткен. Өз жеке басымда оны да сезем. Егер менде work-life balance болған жағдайда менің продуктивтілігім біраз асады. Ал егер мен тек жұмыс деп жұмыс істей бергесем, сәйкесінше менің жұмысқа қызығушылығым азайып, сәйкесінше продуктивтілігім азаяды. Керемет, мен ойымша өте қызық де әрі пайдалы подкаст болды деймін бүгін. Көп рахмет. Жалпы мынау біздің тыңдарманға не айтқың келеді? Қандай бір сөз соңында қандай бір айтар сөзің болса? Енді мен ойымша, мен өмірде ең басты қателіктерім мүмкін комфорттық зонадан аса көп шықпағандықтан шығар деп ойлаймын. Сол себепті мен көбінесе айтқым келетін, қандай да бір өмірде өзгеріс, оның ішінде позитивті өзгеріс, яғни алға даму өзгерісі болу үшін адам комфорттық зонадан шығу керек, және де ол комфорттық зонадан шығуға қорықпай, жоспарлы түрде, күнделікті, кішкене болса да қадамдар жасау керек деп ойлаймын. Комфорттық зонадан шыққан кезде ғана адамда қандай да бір өмірінде позитивті өзгеріс болады. Өзіңнің комфорттан шығып, дамытып, қиналсаң қиналып, даму керек дейсің ғой. Иә. Керемет, көп рахмет. Нәрікби лайф. Кәсіби және рухани даму жайлы подкаст.